Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Анаргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын мясной пирог пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, видеома қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып қоятын боламын. Және де біздің өнімдеріміздің барлығы бөлме температурасында жылы болуы тиіс. Айранымызды, қаймағымызды, жұмыртқамызды, тұзымызды және қантымызды бір ыдысқа салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Миксер болмаса, венчикпен де араластырсаңыздар болады. Одан соң жұмсақ сары майымызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Содан соң содамызға уксусымызды араластырып қоямыз. Ұнымызды және содамызды жаңағы массаға салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бізде қамыр сондай өте бір жұмсақ, бір ұстағанда бір керемет, бір жұмсақ, қолға жағымды сондай керемет қамыр шығады. Артық ұнды қолданбаңыздар, рецептте көрсетілген ғана ұнды пайдалануға тырысыңыздар. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа пищевой пленка немесе таза пакетке салып, демалдыруға қойып қоямыз. Бұл арада начинкасын дайындаймыз. Тартылған етімізге картопты мен 4 бұрышты кубик етіп турап алдым. Жуаны да дәл солай турап, тұзымызды, бұрышымызды, қалаған дәмдеушіңізді салып, және де сары майымызды салып араластырып аламыз. Бізде салмасы дайын. Қамырымызды екіге бөліп аламыз. Біреуін үлкен, біреуін кіші етіп, үлкен бөлігін астыңғы бөлігіне жібереміз, кішісін үстіңгі бөлігіне жіберетін боламыз. Қамырымызды 4 бұрышты етіп жаюға тырысамыз. Формамыз менде 4 бұрышты болғандықтан 4 бұрышты етіп жайып алдым. Қамырды жайып болғаннан соң пергамент төселген табаға орналастырып, шетін шығарып, осылай орналастырып қоямыз. Сосын салмасын бір келке етіп, барлық жеріне бір келке етіп жағамыз. Бір жері жұқа, бір жері қалың болуға болмайды. Барлығын бір келке етіп жайып, екінші қамырымызды дәл солай жайып, үстін жабатын боламыз. Екінші қамырымызды дәл солай жайып, бетіне жабамыз. Екі қамырды бір-біріне біріктіріп, жабыстырып шығамыз. Одан соң ішке қарай, видеодағыдай осылай ішке қарай бүріп өріп шығатын боламыз. Бетіне міндетті түрде жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Содан соң қалауыңыз бойынша макпен немесе күнжітпен әсемдесеңіздер болады. Пирогтың ортасын тесіп алғанымыз дұрыс, өйткені ауа еркін кіру үшін және жақсы пісу үшін пирогтың ортасын тесіп қоямыз. Пирогымызды қызып тұрған 160 градус пеште 50-55 минут шамасында пісіріп аламыз. Пирогымыз өте жұмсақ, әрі сочный, суы ағып тұратындай керемет болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.